Тарихы бай, болашағы зор өңір. Тарихы бай, мәдениет мұрасы бар. Қарқынды дамып келе жатқан Жетісу өңіріне қош келдіңіздер. Мұнда Қазақстанның дәл жүрегінде мемлекеттік қызметтер әрбір тұрғын үшін қолжетімді, әрі ыңғайлы бола бастайды. Біздің аймақта бұл қалай жүргізілетінін біліңіз. Халыққа қызмет көрсету орталықтары облыстың әр ауданында орналасқан. Олар сізге қолайлы уақытта және жерде мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында кеңес алуға, құжаттарды рәсімдеуге, бизнесті тіркеуге және басқа да көптеген мәселелерді шешуге болады. Бұл жерде қызметкерлер сізге көмектесуге әрқашан дайын. Электронды үкіметтің дамуының арқасында көптеген қызметтер онлайн режимінде қолжетімді. egov.kz порталы үйден шықпай-ақ анықтамалар алуға, салықтар мен коммуналдық төлемдерді төлеуге, өтініштер беруге мүмкіндік береді. Құрметті жетісулықтар, электронды үкімет порталы 2006 жылы сәуір айында іске қосылған болатын. Нақты уақытта 1198 қызметті аталған портал арқылы алуға мүмкіндік бар. Яғни мемлекеттік қызмет көрсету тізілімінде 1300-ге жуық қызмет түрі болса, оның 90%-ын электрондық үкімет порталы арқылы алуға қолжетімді. Мәселен, отбасы бойынша әскери, қорғаныс, есепке тұру, білім саласы бойынша, спорт саласы бойынша қызметтерді алсаңыздар болады. Мәселен, адам дүниеге келген бастап, адам өмірінің соңына дейін қызметтердің барлығы аталған порталда қолжетімді. Адам дүниеге келген кезде туу туралы куәлікті беру, одан кейін балабақша кезегіне қою, бизнесті тіркеу, өзінің болашақ жарын кездестірген кезде некеге тұру, қайтыс болу куәлікті тіркеу, тағысын тағын көптеген өмірдегі, өмірлік жағдайдағы маңызды қызметтердің барлығын онлайн түрде алуға сіздерді шақырамыз. Сондай-ақ egov мобайл қосымшасы арқылы жуық арада 270-ші нысандағы декларацияны өтініш беру іске қосылды. Аталған функцияны қолданып, мемлекеттік мекемеде немесе бюджеттік мекемеде, квази мемлекеттік секторда жұмыс істейтін азаматтар өзінің жаңағы декларациясын өзіне және өзінің жұбайына декларация тапсыруға болады. Бұған қоса электронды үкімет порталындағы ашық үкімет сервисін өзіміздің халқымызды, жетісулықтарды белсенді түрде қолдануға шақырамын. Аталған ашық үкіметте біздің заң шығару органдарымыз күн тәртібіне енгізілген заң жобалары талқыланатын болады. Өздеріңіздің ұсыныстарыңызды енгізсеңіздер болады. Құрметті жерлестер, сіздерге ең керемет қосымшамен таныстырғым келеді. Цон деген приложение, Цон деген қосымша. Play Market немесе App Store арқылы жазып алсаңыздар болады. Цон қосымшасына кіреміз. Мына жақта мысалы видео звонокпен қызмет алсаңыз болады. Кімнің жаңағыдай халыққа қызмет көрсету орталығына баруға уақыты жоқ болса, осы қызметті пайдаланыңыздар. Услуга по видеозвонку. Мына жақта өзімнің құпия сөзімді тердім. Саусақ ізі арқылы, одан кейін перейти к видеозвонку.
Қазір күтеміз. Саламатсыз ба? Сіздерден соттылығы бар жоқ туралы анықтама алса бола ма? Болады, иә. Жетісу облысынан хабарласып тұрмын. Личный ма или Сокольским за границей ма қалай? Жоқ, осы іштегі Қазақстан Республикасы ішінде қолданатын. Міне құрметті жерлестер, міне осылай қолдансаңыздар болады. Оператор, сізге көп рахмет. Бұл тестілік режимде халықты таныстыру мақсатында, үйрету мақсатында жүргізіп жатыр. Көп рахмет сізге. Жетісулықтар, қазір ғана сіздерге ЦОН қосымшасын көрсеттім. Кімнің уақыты жоқ, халыққа қызмет көрсету орталығына баратын мүмкіндігі болмаса, онлайн түрде үйде отырып, офиста отырып, біздің операторларға бейне қоңырау шалып, онлайн түрде қызмет алсаңыздар болады. Жалпы біздің өміріміздегі жағдайлар бойынша барлық қызметтер онлайн түрде қол жетімді. Мысалы, адам дүниеге келген кездегі туу туралы куәлік беру, балабақша кезегіне қою, бизнесті тіркеу, тағысын тағы барлық қызметтерді электронды үкімет порталы арқылы алса болады. Қорытындылай келіп айтатын болсам, электронды үкімет порталы деген ол мемлекет пен халықтың арасындағы көпір. Аталған мүмкіндікті пайдалана отырып, цифрлық сауаттылықтарыңызды, цифрлық мәдениеттеріңізді арттырып, онлайн түрде қызмет алуға барлықтарыңызды шақырамын. Шалғайдағы және ауылдық елді мекендердің тұрғындары үшін сервистік орталықтары ұйымдастырылды. Олар облыстың ең шалғай түкпір-түкпіріндегі аудан мен қалаға адамдардың келмей қажетті қызметті сол ауылдан ала алады. Біздің халыққа қызмет көрсету орталығымыз электронды, сауатты, цифрлы сауаттанған. Халыққа қызмет көрсету орталығындағы мемлекеттік қызмет түрлерін, электронды қызмет түрлерін біздің халыққа қызмет көрсету орталығына келмей-ақ, телефонда мобильді қосымшалар арқылы ала берулеріне болады. Біздің халқымыз цифрлы, сауатты, көп қызмет түрлерін халқымыз электронды сандық қолтаңба арқылы, өздерінің жеке кілттері арқылы қызметтерді жолдай алады. Мен қазір осы мына қызмет орталығында бір қағазбен келіп тұрмын. Енді қазіргі уақытта мына заманымызға қарай цифрлизация дейді. Мына телефон арқылы барлық хабарларды, өзіңе керек құжаттардың бәрін осы телефон арқылы шығарып алып, үйде отырып шығарып алуға болады. Бұл енді өте әр халыққа қолайлы, жақсы жасалған іс. Оны ары қарай дамыту керек, өсе берсін, халқымызға қызметін көрсете берсін. Талдықорған қаласы әкімдігімен бізде тікелей эфирлер және де жәрмеңкелер көп өтуде. Мысалы, оны көбінесе Талдықорған қаласының тұрғындары көп біле бермейді. Бірақ біз былайша айтқан кезде аптасына 2 рет, яғни 1 рет тікелей эфир, 1 рет жәрмеңке өткіземіз. Оны Талдықорған қаласы әкімдігінің Instagram парақшасына салынып тұрады. Ойқа тікелей эфирға кіріп сіздер сұрақ қоя аласыздар. Мысалы, айына 1 рет, яғни бөлім басшысы өзінің көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді уақытын қалай көрсетіледі, сол туралы, яғни айтып өтеді. Сол кезде, мысалы, тікелей эфирға кіріп сұрақ қойсаңыздар болады, және де жәрмеңке өтеді. Мысалы, бізде халыққа қызмет көрсету орталығында көбінесе өтеді ол. Жұма күндері айына 1 рет сағат 9-дан 12-1-ге дейін уақыт өтіледі. Ол адамдардың қатысуына байланысты барлығы. Сол жерге келіп сұрақтарыңызды қоя аласыздар және келулеріңізді сұраймыз. Өйткені сол халыққа қызмет көрсету орталығына келген адамдар, сендер осындай бағдарлама бар екен деп енді біліп атады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жақсы тұжырымдамасы бар. Халық үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдаманың аясында
осы тікелей эфирлер, жәрмеңкелер халықпен тығыз байланыс ретінде осындай ұйымдастыру жұмыстарын қадағалап жатырмыз. Сол тұжырымдаманың аясында Талдықорған қаласының әкімдігі үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Соның бірлері жаңағы біз айтып кеткен тікелей эфирлер, жәрмеңкелер және де одан басқа біздің gov.kz парақшасына әр 90-ның қорытындысын, яғни осы Талдықорған қаласының әкімдігімен көрсетілген мемлекеттік қызметтердің қорытындыларын, әр 90-ның қорытындыларын біз салып баяндап отырамыз. Қазір мысалы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің тиімді жақтарының бірі ол проактивті қызмет көрсету түрі. Ол яғни мысалы сіз үйленуге, мысалы отбасы құруға қазір бұрынғыдай ЗАГСқа барып жаңағы нелерді документтеріңізді толтыруның қажет жоқ. Оны қазір сіз Каспий мысалы банктың қосымшасы арқылы госуслугиға кіріп, соны өзіңіздің жаңағы әйеліңізге, болашақ жарыңызға жаңағы ол кісі мысалы Астанада тұратын болса, сіз Алматыда тұратын болсаңыз, болмаса Талдықорғанда тұратын болсаңыз, екеуіңіз келіскен жағдайда, жұмыспен үлгермей жатқан жағдайда госуслугамен жіберсеңіз болады. Сөйтіп отбасы құрып, одан кейін нәрестелеріңіз туылған жағдайда бұрынғыдай халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгінудің қажет жоқ. Қазір сізге алдын ала әйеліңіз, жарыңыз қуаныш жағдаймен перзентханаға барған кезде сізде бәрі жазылып тұрады. И туылған кезде нәрестеңіз, сол кезде сізге 14-14-тен сообщение келіп, хабарлама келіп, сол жаңа мемлекеттік қызмет түрін онлайн режимде алуға, мысалы сондай жақсы үлестер болып жатыр бізде. Одан бөлек қазір біз мемлекеттік қызмет істері агенттігі жетісу бойынша департаментімен ұсыныс беріп, үлкен жұмыстар бұйырса атқарылатын болады. Саламатсыздар ма? Есім Байділин Пайдос Мұхтарұлы болады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы болып табыламын. Жалпы енді басқарманың жұмысына келетін болсақ, басқарманың басты бағыттарының бірі бұл мемлекеттік қызмет көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, оны жетілдіру, мемлекеттік қызмет алушылардың құқықтарын қалпына келтіру болып табылады. Содан кейін мемлекеттік қызметтерді жетілдіру, содан кейін мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік қызметтердегі өзгерістер бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу, жалпы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қызметтердің сапасына бақылау жұмыстарын жүргізу. Енді жаңашылдықтарға келетін болсақ, қазіргі уақытта өздеріңізге белгілі агенттікпен және оның аумақтық департаменттарымен мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту бойынша бізбен жұмыстар жүргізіліп жатыр, қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің агенттіктің бастауымен Telegram бот каналында 14-14 кеңес бот каналы ашылған болатын. Ол жерде жаңағыдай мемлекеттік қызметті алушылар әртүрлі сұрақтар қойып, өздерінің сұрақтарына жауап алуға мүмкіндігі бар. Қандай мемлекеттік қызметті алу кезінде қандай құжаттар керектігі, қандай құжаттар дайындау керектігі, қанша уақытта мемлекеттік қызмет қандай мерзімде көрсетіледі бойынша сондай сұрақтарына жауаптарын алуға болады. Сонымен қатар мына департаментпен қазіргі уақытта ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
елге қызмет телебағдарламасы Жетісу облысы әкімдігімен және департаментпен бірге бірлесіп Жетісу телеканалында елге қызмет телебағдарламасы ай сайын тікелей эфирге шығарылуда. Ол жерде біздің облысымыздағы мемлекеттік қызметті көрсетушілер өз жұмыстары бойынша ақпарат өз жұмыстары бойынша баяндамаларын айтады. Жәнегі атап айтқым кеткені мына елге қызмет телебағдарламасында ең басты артықшылығы жаңағыдай елге қызмет тікелей бағдарламасына тікелей қоңырау шалуға болады. Сұрақтар мазалап жүрген проблемалық мәселелер болса, сұрақтарыңызды қойып, сол жерде тікелей жауап алуларыңызға болады. Әкімдіктер әлеуметтік қолдаудан бастап құрылысқа рұқсат алуға дейін кең ауқымды қызметтерді ұсынады. Барлығы Жетісу тұрғындарының қолайлығы үшін жасалған. Қазіргі таңда Айдекен біледі, бізде Жетісу облысында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына мониторинг әлеуметтік жобасы іске асырылып жатыр. Біз енді басқару қоғамдық қоры осы 8 аудан 2 қалада 2 мәрте болып, біз халықпен кездесу жасадық, сауалнама жүргіздік. Осы жобада біз көз жеткізгеніміз, мүмкін бұған сіздер де қарсы болатын шығарсыздар, бірақ мен түйгенім әлі де жұмыс жүріп жатыр, бірақ халық тарапынан көп мәселе әлі жеткіліксіз сияқты, білмейді, ақпараттарды білмейді. Өздеріңіз білесіздер, қазір телефон арқылы да қызметтер алуға болады, бірақ әттеген-ай азаматтардың көбісі әлі білмейді екен. TikTok'ты енді Instagram'ды өлтіреді былай айтқан кезде азаматтар. Ақпараттандыру жұмыстары департаментпен тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. Халық қай жерде көп жиналады, халыққа қызмет көрсету орталықтарында мысалға келтіретін болсақ, біз осы жақында біздің жалпы агенттіктің және аумақтық департаменттердің басты бағыттарының бірі бұл мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, қолжетімді жасау. Сол жаңағыдай қазіргі уақытта біздің Жетісу облысы департаментімен біздің өңірде кеңес 1414 бот деген телеграм канал ашылған. Сол бойынша жаңада ақпараттар жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол Қазақстан бойынша ғой? Қазақстан бойынша енді жалпы біздің өзіміздің өңіріміз айтып отырмын да, біз баннерлер ілінген, халыққа қызмет көрсету орталықтарында баннерлер, брошюралары әлі күнге дейін таратылып жатыр. Жалпы ол жаңағыдай телеграм канал біздің азаматтардың мемлекеттік қызмет алушыларға жақсы бір мүмкіндік, бір проблемалары, мүмкін бір мемлекеттік қызметті қалай алу керек екендігі туралы өтініштерді жазған кезде бір күн ішінде жауабын алып отыр. Жаңа кеңес бот арқылы ма, әлде қалай? Кеңес бот, иә. Кеңес 1414 бот телеграм каналы. Сонымен қатар бізде мына департаментпен және Жетісу облысы әкімдігімен бірлесіп, мына өңірлік Жетісу телеканалы бар ғой бізде. Сол жерде елге қызмет тікелей эфирі айына бір рет жүргізіліп отырады. Жетісу каналында тікелей эфирде мемлекеттік органның басшысы немесе орынбасары осы мемлекеттік қызметті көрсету бойынша қандай сапасын арттыру бойынша қандай жұмыстар, іс-шаралар атқарылып жатқандығын, қанша мемлекеттік қызмет көрсетілгендігін, жалпы жұмысы туралы баяндама айтады. Бұл жердің жаңағыдай елге қызмет телеканал бағдарламасының артықшылығы бұл жерде азаматтар және мемлекеттік қызметшілер тікелей эфир жүргізіп жатқан кезде жаңа тікелей эфирге қоңырау шалуға мүмкіндігі бар. Жаңағыдай сұрақтарын қоя алады, сол жерде сұрағына жауап ала алады. Осындай жаңашылдықтар бар. Сосын мен кеңес ботқа тіркелдім. Кеңес ботқа сіз тіркелдіңіз. Иә. Кеңес ботқа тіркелесіз, жаңа иіңіз бәріңіз теріп, иә. Солай тіркелесіз, жаңағыдай қай облыстан қандай мәселе бойынша сұрақтарыңыз қоя беруіңізге болады. Мысалы, өмір болғаннан кейін бізде мына мемлекеттік қызмет деген сияқты өмірде адам дүниеге келеді, дүниеге келген кезде туу туралы куәлік алу керек болады. Ең бірінші қызметі. Оны әке шешесінің телефонына
проактивті қызмет дейді, ұялы телефон келеді. ең бірінші қызмет ең емес пе, ең кірме? Жоқ, қараңыз міне, мен сізге айтайын. Ең басы нәресте шыр етіп дүниенің есігін ашқан кезде, перзентханада болған кезде анасының телефон нөміріне 1414-тен хабарлама келеді. Сіздің балаңыздың бауы берік болсын, яғни құттықтаймыз. Балаңызға туу туралы куәлік рәсімдеу үшін бірді басыңыз деп. Бұны проактивті дейді. Проактивті қызмет дейді. Яғни азаматтардың өтінішінсіз автоматты түрде көрсететін қызметтерді проактив форматта көрсететін қызметтер дейді. Оңға жеке тоқталамыз. Адам дүниеге келген кезде хабарлама келеді 1414-тен. Осы жуыр арада бір жолдасымның жаңағы әйел болсанда 1414-тен келді мысалы, жаңағы аты жөнін барлығын талапқа сәйкес жазып жібереді, жаңа шрифтін несін қарап. Сонда бір мезетте перзентханадан шықпай тұрып баласына туу туралы куәлік өтінім берді, автомат түрде жеке сәйкестің нөмірі берілді. Одан кейін жөргекақы деген бар бізде. Жөргекақыға пособие по рождению дейді, баланың туу бойынша берілетін жәрдемақы дейді. Қазақша қалай? Жөргекақы дейді. Пособияның пособие. Аудармасы ма? Жоқ, енді жөргекақы деген бала туғанда берілетін ақыны айтады да. Баланы бір реттік берілетін жөргекақы, одан 1,5 жасқа дейін төленеді. Ол да проактивті. Сол бір SMS хабарламамен 3 қызмет алса болады. Біріншісі баланы туу туралы куәлігін рәсімдеуге, екіншісі баланың жаңағы жәрдемақысына, үшінші баланы жаңағыдай балабақша кезегіне қойса болады. Енді бұл әрекеттер жүзеге асыру үшін барлығымыздың қолымызда смартфон бар қазір. WhatsApp, YouTube арнасында, басқа да өзіңіз айтпақ TikTok'ты белсенді қолданамыз. Бірақ бұл бойынша да біздің азаматтарымыз қалыс қалып жатқан жоқ, белсенді қолдануда. Атап өтсек, бізде осы 2024 жылдың 7 айында жалпы біршама қызметтер көрсетілді. Статистикалық көріп тұрсыз. Біршама қызметтер көрсетілді. Одан кейін бала өсіп, жаңа балабақша кезегін қояды. Одан кейін бірінші сыныпқа баратын кезде біз қайда жүгінеміз? Электрондық портал арқылы бірінші сыныпқа қабылдауға жібереміз. Ол кезеңін өттік дейді. Бала өсті, жаңағы болашақ бағдарламасы бойынша оқуға тапсырамын дейді. Ол да мысалы электрондық портал арқылы. Кейін өзінің өмірдегі жарын кездестіріп, қалыңдығын кездестірсе, электрондық арқылы сауал жолдайды. Мысалы, жаңағы болашақ жары Астана қаласында болса да, сауал жолдайды. Жаңағы друзьяға жіберген сияқты мысалы сауал жолдайды. Егер де оның ұсынысын қабылдаса, бір айдан кейін екеуі қол ұстасып, дайын неке қию куәлігін біздің азаматтық қалактілі тіркеуден алып береді. Жаңағы жолдасы әйеліне жолдайды, иә? Болашақ жарына жолдайды, маған тұрмысқа шығасыз ба деп ұсыныс жолдайды. Запрос жолдайды. Запросын, жаңа өтінішін өзінің электронды сандық қолтаңбамен растап қол қойса, онда бұрынғыдай бір ай бойын бір қалаға барып қол ұстасып таксиге барудың қажеті жоқ. Бір айдан кейін тек қана той болатын кезде мезетте дайын неке қию куәліктерін алады. Онлайн бар, офлайн бар болады? Офлайнда бар, онлайнда бар, азаматтың таңдауы бойынша. Жаңағы құжатты алу, құжатты енді электронды ала бере ма? Электронды түрде алмайды. Енді біздің неке және отбасы кодекске сәйкес отбасын құру үшін бір ай бұрын өтініш беру керек. Тек қана қыз бала жүкті болған жағдайда бір жеңілдіктер бар, басқа жағдайда бір ай бұрын өтініш беру керек. Сол кезде бір ай бұрын, мысалы қазір бәріміз жұмыстамыз, қолымыз тимейді, өзінің жаңа болашақ жары қызы дейік, мысалы Қостанай қаласында болса, мен Талдықорғаннан мына жақтан запрос жіберем, өтініш жіберем, ары жақтан Қостанайдағы мен болашақ жарым, мысалы айтайын, егов порталының жеке кабинетіне кіреді, өзінің электронды сандық қолтаңбасымен растап қолын қояды. Одан бір ай көлемінден кейін еңбек демалысына шығып жатса, барып неке куәліктерін өздерінің өтініш жолдаған азаматтық халықты тіркеу бөліміне барып алып кетті. Айта қосатыным, бізде мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп тікелей эфирлер өтеді. Яғни бөлім басшылары мемлекеттік қызмет көрсетілетін өздерінің графигі бар. Сөйтіп қойып, халыққа қалай жұмыс жасалып жатыр, мемлекеттің қандай қызметтің түрлері бар, және қалай көрсетілетін туралы бөлім басшылары өздері айтады. Халыққа хабардар етеміз. Кем дегенде 50-100 адам кіреді прямой эфирға, яғни тікелей эфирға. Және де
модераторымыз бар. Модераторға Өздеріңіздің сұрақ қоя парақшаларыңыз ғой? Иә, Әкімдіктен. Талдықорған қаласының әкімдігі деген парақшамыз. Сол жерде өткіземіз. 100 адам аз ғой негізі. Енді Талдықорған ондай үлкен қала емес. Өздеріңіз мамансыздар ғой, білесіздер, жаңағы айтып жатқанымыз не, бәрі электронды форматта алуға болады, ECP-ні алуға болады. ECP-ні тіпті телефонға көшіріп алып, сол жерден алуға болады. Бірақ азаматтар оған әріге кетпей қойып, сол ECP-ні алу үшін анау Қапалдан Жансүгірге барып, кезекке тұрып алып жатыр. Енді біз мынау Ақсуда тұрдық сол жерде. Енді соны өздеріңіз білесіздер. Ең ескі сон сол жерде екен. Өзі кішкентай екен, кезек. Басшысы мына жерде ECP кірген кезде өзі баннер тұр екен. Сол жағында ECP-нің алудың пошаговый дейді ғой, инструкциясы. Тәртібі. Бірақ соны көріп отқан азаматтар жоқ, бәрі жерде кезекке тұрып ECP-ні алып жатыр. Енді біз Жансүгірге айтпай қойықшы, мына Талдықорғанда мен өзі видео бар басылған. Бір 15-20 минут түсіріп тұрдық. Талдықорған қаласының ең басты госкорпорацияда ECP алған 32 адам тұрды сол жерде ECP. Бір күнде? Жоқ, 20 минутта. 20 минутта? 20 минутта тұрды сол жерде. Қазіргі өзгерістер мемлекеттік қызметтерді Жетісу өңірінің барлық тұрғындары үшін қолжетімді және ыңғайлы етуге тырысуда. Сіздің ыңғайлылығыңыз бен жайлылығыңыз мемлекеттік басқарудың басты мақсаты. Әрине, көш жүре түзеледі. Дегенмен, соңғы өзгерістердің халықтың қызметтерді тез және сапалы алулары үшін барлық жағдайлардың жасалып жатқанын атап айтқаным жөн. Қызметтер алу үшін толық ақпараттарды егов порталы мен 1414 байланыс номері арқылы ала аласыз. Ал мәселе туындап, қызметтерді сапасыз алсаңыз, онда мемлекеттік қызмет агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаментіне хабарласыңыз. Жетісу, әрбір адам үшін мүмкіндіктер мен жайлы өмір өңірі.